Балаларым, осы жазда ата-әжелеріңнің жанында болыңдар. Ата-әжелеріңе қолғабыс болыңдар, жарай ма? Міне немерелеріңізді алып келдік. Осы жаз сіздердің жандарыңызда болады. Айналайын құлыным. Ата, мына көгершіндер бізге қатты үйреніп қалыпты. Мүлдем жатырқамайды. Көгершін деген адамның досы ғой, киелі құс. Көгершіндер хат тасиды, ата. Шәкіртіміз, Серік, сен бокстан республикалық жарысқа өттік. Жарайсың балам, батамды бердім. Әумин. ауылда кейде телефон жұмыс жасамай қалатыны бар. Мен саған осы құстардан хат беріп жіберемін. Әпке, мен сізге осы құстардан жеңісім жайлы хабарлайтын боламын. Менен жақсы хабар күтіңіз. Балам, тек өзіңе сен. Сенің қолыңнан келеді. Сенің тілеуіңді тілеп отырамыз, балам. Қараңыздаршы, Серік басым түсіп жатыр. Соңына дейін жеңісті қолдан бермесе екен. Жоқ. Теледидардың сөніп қалғанын қараш. Соққыларың нық болсын, қорғанысты да ұмытпа. Жарайды, тренер. Менің қолымнан келеді. Мен сенімді ақтаймын. Я! Менің қолымнан келді. Мен сенімді ақтадым. Ата, әже, Айлин әпке, мен сіздердің сенімдеріңізді ақтадым. Жақында ауылға барамын. Күтіңіздер. Көгершіндер, бізге бауырымның жақсы жаңалығын жеткізші. Бұл менің бауырымның хаты ғой. Ата, әже, Серік жақсы жаңалықпен келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Балам, қош келдің.